Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлмира. Бүгін сіздермен бірге қияр қосылған қыстық салат жабатын боламыз. Менің каналымда тағы да көптеген қыстық салаттың рецептісі бар. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, алдағы уақытта менің жаңа видео рецептерімді бірінші болып көресіздер. Бізге керек ингредиенттің барлығын описанияға қанша килограмм екенін жазып қалдырамын. Осында пиязымызды турап дайындап аламыз. Сосын қызыл пересімізді видеодағыдай турап аламыз. Сосын қиярымызды мен лукарескадан өткіземін. Бір келгі әдемі болып түседі. Немесе өздеріңіз пышақпен турауға да болады. Сосын сәбізімізді теркадан өткізіп алдым. Помидорымды еттарқыштан өткіздім. Әші бұрышымызды турап аламыз. Петрушка керек. Сосын чесногымызды да турап дайындап аламыз барлығын. Қазанымыздың астын жағып, бір кесе майымызды құямыз. Қызыған кезде турап алған пиязымызды қосып, қызарғанша қуыратын боламыз. Пияз қуырылып болған соң, осында қызарып пісуі керек. Сол кезінде теркадан өткізілген сәбізімізді салып, тағы да 5-10 минут қуырып алатын боламыз. Сәбізіміз қуырылып болған соң, тәтті бұрышымызды салып, тағы да бір 5 минут қуырып алатын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді салат болады. Сосын еттарқыштан өткен помидорымызды құямыз. Қиярымызды саламыз үстіне. Чесногымызды саламыз үстіне. Жақсылап араластырып, бір 15 минуттай қайнатып аламыз. Қайнап шыққан соң, осында тұзымызды саламыз. Татымына қарай мен тағы қант қосамын. Қант ол помидордың қышқылдығын алады. Бір тәтті дәм беретін болады. Араластырып жіберіп, үстіне туралған әші персімізді салып, лавровый листімізді саламыз. Араластырып, тағы да қайнататын боламыз 30 минуттай. Баяу отта мінекей қайнап шықты, суы тартылып. Менің рецептіммен жасап көріңіздер, кеңес берем сіздерге. Жабардан алдын, 5 минут алдын, осында укропымызды немесе петрушкамызды салып, тағы да 5 минут қайнатып, ыстық күйінде банкамызға құйып жабатын боламыз. Банкамызды стерилизациядан өткізіңіздер. Сосын 70% уксусты 2-3 тамшы тамызып, жылы жерге орап қойыңыздар. Мінекей осы менің салатымыз дайын болды. Қысқа арналған менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар, лайк, коммент жазып қалдырсаңыздар қуанышты болатын едім. Тағы да көптеген алдағы уақытта рецептер болады. Осы рецептпен менде 8 литр шықты. Назарларыңызға рахмет, ас болсын.